Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бүгін Мирас. Бүгін біздің обзорымызда iPhone 11 телефоны туралы сөйлесеміз. iPhone 11 телефоны. Осы телефон туралы нақтырақ сөйлесеміз, білеміз, қараймыз. Бұл телефонды алуға тұрарлық ба. Бұл iPhone 11 телефон шыққан осы қыркүйек айында, 2019 жылы қыркүйек айында шықты, 20 қыркүйек. Яғни телефонды қарастырамыз, қаратейскі жағынан, сапасы жағынан қалай екенін. Және де бұл өз бағасын тұра ма екен, тұрмай ма екен. Либо сізде оның алдында iPhone 6, либо басқа да iPhone 7 модельдері болса, iPhone 11 алу стоит па деген сияқты, алуға тұрарлық па деген сияқты. Бұл қарасақ, мысалы коробкасын қарасақ, коробкасын өзінде сразу тез көрінеді. Бізге мына жерде мысалы біздің коробкада iPhone 11-дің бейнесі тұр. Бұның алдында болған iPhone 10 және 10s модельдерін қарап отырсақ, бұл жерде сыртқы суретінде iPhone бетімен қаралып тұр, яғни экранымен қаралып тұр. Ал бұл жерде сразу көріп тұрсыздар, iPhone 11 артқы крышкасымен түсірген, артқы крышкасын суретке түсіріп мына жерге салған. Мына жерде артқы екі камерасын көресіз, және де Apple-ның белгісін ортасына қарай жылжыған көресіз. Бұл бізде бүгін 64 гигабайттық қара түсі. Ал ашып көрейік. Ашамыз. Ашқан бетте бізді iPhone 11 қарсы алады. Артқы жағымен жатқан. Бұрынғы iPhone-да мысалы алдыңғы жағымен iPhone жататын болса, ал бізде қазір ашсақ артыңғы жағымен iPhone жатыр. iPhone-ды алып шығайық енді. iPhone-ды алып шығып қойдық. Комплектісін қарайық. Комплектісін не орналасқан, не бар екен. iPhone-ды алып шығып қараймыз. Бұл жерде біздің документациясы iPhone-ның қорабы, ішінде қалай сим карта салына туралы белгіленген жазылған. Алдында алып шығып қарасақ, бізде бұл 1 амперлік блок телефон зарядқа орналасқан. Бұл зарядканың шығып келетқанына шатаспасам, iPhone 5-ші iPhone-нан бастап бұнда зарядканың түрі осында болып келеді. 1 амперлік бұл өте аз телефонды, яғни ұзақ зарядтайды. Бұл зарядка басқа конкуренттермен салыстырғанда, конкуренттерінде уже iPhone конкуренттерінде уже 3 амперлік, 2 амперлік тез зарядтайтын зарядкалар, быстрая зарядка деп аталады, quick charger, либо fast charger, яғни тез зарядтайтын зарядкалар деп аталады. Және наушник бойынша бізде Lightning наушник. Lightning дегеніміз біздің астыңғы вход зарядкамен бірдей келетін астыңғы жағына. Бұрынғыдай жаңа 3,5 мм-лік iPhone наушник салатын орны жоқ. Оның бойынша. Оны енді жаңғалып қойып, және біздің телесіне қарап iPhone-ның обычный кабелі, қарапайым кабелі, 1 амперлік турасын өткізетін. Ешқандай айырмашылық. Мысалы iPhone 11 телефоны келесі видеода ашқанда, ол жерде уже тез зарядканы поддерживает, тез зарядканы қабылдайды. Оны келесі видеода көрсетемін, келесі видеода қараймыз. iPhone 11-дің өзін қарайық. iPhone 11 түріне қарағанда өте әдемі, арты стекло болып келеді, арты Corning Gorilla Glass 5 деген стеклодан жасалған. Өте қарағанда өте әдемі, ешқандай артық ештеңе жоқ. Мысалы дизайн бойынша қарай келгенде сразу көзге түсетіні артында камерасы, артында камера екеуі бұл телефонда. Бұл және камера жағынан келетін болса, біріншісі тұрған бұл біздің основной камера, яғни основной камера, екіншісі болса бізде сверхширокоугольный камера деп аталады. Бір негізгі камера и сверхширокоугольный, үлкен аумақты түсіріп көрсететін камера деп аталады. Және де бұл iPhone дизайн қарап отырсақ, мысалы бұрынғы iPhone 10, 10 және 10s модельдерін қарап отырсақ, iPhone-ның белгісі жоғары жаққа тұр. Мына iPhone-да болса бізде ортаңғы жаққа тұр. Неге? Соны сұрап десеңіз, мысалы мына жаққа өздеріңіз беспроводный зарядка қойғанда, яғни токсыз зарядка қойғанда, қуат алып қойғанда, мына жағымен сразу белгілеп қоятын. Себебі сразу зарядка алатындай. Сразу мына жерден көздеп, бағана қой салғанда сізде қуат алатындай арналған жасалған. Және де вспышкасымен үлкен вспышка, екі двойной вспышка болып келеді. Ол қасында орналасқан үстіңізден тұрған микрофон бізде жазатын. Бұл дизайн жағынан қарағанда, мысалы iPhone 10-да, 10s-та сим карта салатын слоты ортаңғы жағында тұрса, бұл телефонда астыңғы төмен қарай орналасқан. Енді телефонның қарап көрейік, өзінің мысалы сыртқы корпусы мына жерде алюминийден жасалған. Өте керемет, качествосы жағынан, сапасы жағынан бойынша былай қарасақ. Телефонның өзін қосып көрейік. Телефонды қосайық, мына Apple-дің знагы шықты, Apple фирмасының.
Қазір мен сіздерге көрсетемін тағы да не айырмашылықтар бар. Мысалы астыңғы жағына қарап отырсақ, бізде тек қана iPhone Lightning зарядкасы ғана тұр. Оған зарядканы салынады, либо және екі жақта екі динамик тұр. Телефон өзі қосылды, сразу бізді қараған бетте мысалы үлкеннің өзінің размері бойынша, iPhone 10R сияқты, 10R моделі сияқты. Және де мысалы қарап отырсақ, бұда дисплей жағынан LCD Liquid Retina деген дисплей тұр. Үлкендігі 6,1 дюйм. Мысалы қарап отырсақ, мысалы iPhone 10s және 10 моделдерінде Super AMOLED дисплей тұр, сондықтан оның дисплейінде рамкасы кішіректеу. Ал мынада қарап отырсаңыздар, үлкен рамкасы сразу көзге түседі, сразу көзге байқалады. Мысалы қарап отырсам, жан-жағында рамкасы үлкен. Өздеріңіз алып iPhone 11 мен iPhone 11 және 10 мен салыстырсаңыз, рамкасы сразу білінеді. Бірақ бұл үлкендік размер жағынан iPhone 10-нан және 10s-тан үлкенірек. Мысалы iPhone 10R-дан айырмашылығы, ода iPhone 10R-да бір камера, және де мына тұрған вспышка оның астында орналасқан, ал микрофон болса екеуінің ортасында орналасқан келеді. Интернетте өздеріңіз қарап көрсеңіздер болады iPhone 10R туралы. Мысалы бізде бұл iPhone 11, яғни iPhone 11 6 түсті болады. 6 түстің бірі мысалы ең бізге танымал түс бұл бізде қара түс деген бізде ақ түс болады, ақ түс, қызыл түс деген яғни продукт ред деп аталады. Және де пурпурный түс деп аталады, және purple деп аталады, және сары түс желтый деп аталады. Және де бізде мятный цвет деп аталады. Бұл жасылдау келген түстің аты мятный деп аталады. Және бұл ішкі памяті жады бойынша 64 гигабайт, 128 гигабайт и 256 гигабайт болып есептеледі. Бізде қазіргі уақытта қолымда тұрған менде 64 гигабайт. Бұны қарап отырсақ, 64 гигабайт қазіргі 2020 жылы мен өз басым аз деп есептеймін, өйткені қазіргі видеолардың бәрі үлкен форматта жазылады, үлкен аумағы үлкен, өзіңіз түсіретін болсаңыздар. Өйткені мысалы камерасының өзі 4К форматында видео түсіргенде 60 кадр секунд 1 минуттың видеоның өзі 400 мегабайт есептеледі. Көлемі 400 мегабайт болады. Яғни 10 минут видео уже 4 гигабайт үлкен памятті алады, 10 минуттық ғана видео түсіретін болсаңыз. Яғни алатын болсаңыздар 128 либо 256 гигабайт алсаңыздар жақсы болады. Өйткені сіздерге 64 гигабайт қазіргі жетпейді. Өйткені әрбір жыл сайын телефонда шыға береді, память күйе береді, форматтар ауыра береді, программалардың да форматы үлкейлей береді, ауыр бола береді. Және камерасын қарап көрейік. Камерасын қарап көрсең, сіздерге суреттерін мен өз Instagram желісімде көрсетім. Яғни Instagram желісіне қарасаңыздар болады. Фото жағынан кіріп қарасақ, бізде камерасы өте қатты ұнайды, iPhone 11, яғни анық түсіреді, ешқандай артық ештеңе жоқ. Және де мысалы қарап көрсек, широкоугольный камераны қосамыз, ол суреттерді көрсетем Instagramнан. Қарасаңыз, әжептеуір мысалы алыстатады. Мысалы, қолымда қазір iPhone 6, сонда широкоугольный камера қарап отырмын. Осы түсірген суреттерді мен көрсетемін өзімнің Instagram парақшасында, салып қоямын. Бұл және өзінің конкуренттерімен салыстырғанда Samsung Galaxy A50 және де Huawei P30 Lite немесе Xiaomi Redmi Note 8 Pro мен салыстырғанда широкоугольный именно камера жағынан iPhone бірінші орында тұр. Мен ешкім теңесе алмайды. Және мысалы бұда портретный режим өте керемет режимдердің бірі. Осы iPhone 10 модельден бастап шыға бастаған. Қарасақ, мысалы, әдемі түсіреді, адамның бет әлпетін сразу фокусировкаға, яғни камераны соққа направлять етеді основной. Және де, мысалы, естественный свет деп аталады, яғни далада жүрсеңіз, естественный светпен суретке түссеңіздер болады. Және де, мысалы, студийный свет деген, бір сіз помещениеде болсаңыз, бір бөлмеде болсаңыз, бір комнатада болсаңыз, осы студийный свет арқылы түссеңіздер жақсы болады суретте. Және де панорамный режим. Бүкіл iPhone-дар, бүкіл қазіргі телефондар бәрінде яғни бар. Табиғатты түсіруге арналған, либо үлкен алыстан суретте түсіруге арналған режим. Видео жағынан бұл iPhone 10 сияқты 4К 60 кадр секунд видеоға түсіреді. Бұл өте тамаша. Және замедленный съемка жағынан, замедленный съемка деген, яғни баяулатып түсіру съемка жағынан ол бізде Full HD форматында түсіреді. 240 кадр в секунду, 240 кадр жасайды секундына.
және де таймлапс деген режим бар бізде. Таймлапс деген режимде ол сіздер мысалы закат түсіретін болсаңыздар, либо тағы да күннің шығысын, атуын, батуын түсіретін болсаңыздар өте керемет түсіреді. Және мысалы бұның технический характеристика дейді, производительность жағына келетін болсақ, бұл телефонда бізде тұрғаны A13 Bionic процессоры, яғни 6 ядролы, өте тез қимылдайды, өте ширақ. Мысалы iPhone 10 моделінде A12 Bionic тұр, бұл модельде A13 Bionic тұр. Ешқандай плайна салыстырғанда өзінің ешқандай айырмашылығы жоқ, бірақ бұл A13 Bionic 30%-ке тезірек істейді, чем iPhone 10, iPhone Air-дан салыстырғанда. Так, және де қарастыра кетсек, батарейка жағынан, күш қуаты жағынан бұда 3150 мАч, яғни бұл бір сағат, және бұның жаңа A13 процессоры арқылы бұл iPhone 10 Air-дан қарағанда, A12 Bionic орнатылған процессордан қарағанда бір сағатқа көбірек істейді, яғни энергоемкий деп аталады. Соның арқасында iPhone 10, 11 өте тезірек істейді. Мысалы сіздерде iPhone 11-ді алуға тұрарлық пайданы былайына қарап отырса, баға жағынан тұрарлық. Өз бағасы бойынша мысалы қарап отырсаңыздар, iPhone 10-ның бағасы 300 мыңдай болады, бұл телефондардың бағасы 315 мың, және де 128 гигабайты 335 мың теңге тұрады бағасы жағынан. Яғни мысалы iPhone 10 Air-дің бағасы 270 мыңдай. Сіздерде ақша қаражаттарыңыз болып жатса, яғни ақша үстінен ақша қосып iPhone 11 алсаңыздар жақсы болады. Мысалы сізде iPhone 10 болса, сізде 11 Pro-ны алғанға мен ұсынамын өз басым. Әлде сізде мысалы iPhone 10 Air болса, бірақ сіз видеоға көп түсіргіңіз келетін болса, iPhone 11-ді алғанды тоже ұсынамын, өйткені iPhone 11 уже более камера жағынан более мықтырақ, әлде қайда iPhone 10 Air-дан қарағанда. Және де сізде iPhone 6, 5, 6, 7, 8 және де плюс модельдері болатын болса, алуға тұрарлық бұл iPhone 11. Осының бойынша өз бағасына өте жақсы аппарат. Мысалы бұл телефонмен сіз жоқ дегенде 5 жылда өзіңіз ұстап жүрсен, қолданушы қандай қиыншылықсыз ұстап жүресіз. Егер де сіздер мысалы бұрынғы телефондарыңызды өткізіп, новыйдан жаңадан телефон алғыңыз келетін болса, мысалы iPhone дегенде басқа Samsung, Huawei және Xiaomi телефонын алғыңыз келетін болсаңыз, маған хабарлассаңыздар болады. Мен өзімнің байланыс телефонымды астына жазып қалдырамын, және Instagram парақшасына қарап отырсаңыздар болады, немесе директке жазып, әрқашан жауап беремін. Көмектесемін, телефон алатын болсаңыздар, хабарлассаңыздар болады. Сіздермен болған Мирас, сіздер қарағандарыңызға көп өте рахмет. Сау болыңыздар.